Әлбетте бүгінгі саммитта тек қана мәдени мәселелер қаралып қоймастан, Арал теңізі атрапындағы осы бүгінгі күнде келіп шыққан проблемалар хақындағы да көптеген ілімпаздар мен ортасында мұлақатлар болмақта. Әлбетте бүгін біздің регионға ең ахметі бұл Арал теңізі атрапында, яғни регионымызда, Нүкіс қаласында әр түрлі саха эксперттерінің жиналуы бұл үлкен келешекте осы регионда экологиялық мәселелерді, мәдени мәселелерді шешу үшін үлкен платформа болып есептеледі. Һәм келешекте мінекей мұлақатлар арқылы, басқа да танысулар арқылы үлкен жобалардың бір фундаменті болып есептеледі. Соның үшін бұндай әңгімелер әр 18 айдан бір мәрте өткізілу бас ассамблея режелестірілген болса, бұл регион үшін келешекте үлкен бір ахметлі ұтыстар алып келеді деп сенім білдіреміз.